мен сияқты 70-80 жылдары Алматыда қазағы өте сирек. Алматыда өскен адамдар үшін жеті шілпек әсіресе қасиетті да. Өйткені сол кезде Алматыда қазақылығын, тілін ұмытса да, ділін ұмытса да, қазақпыз деп, мұсылманбыз деп өзін санаған әрбір отбасыда бейсенбі күні кешке я жұма күні таңертең жеті шілпек пісіріп тарататын еді көршілерге. Сонда қазіргі кезде жеті шілпек ширк, исламда жоқ деген әңгіме көбейді. Шынымен жеті шілпек, жалпы иіс шығару деген исламда жоқ, арабтарда жоқ нәрсе. Бірақ қазақы ислам дейміз ғой. Сол орта ғасырларда біздің ата-бабаларымыз исламды қабылдағанда исламға дейінгі ырым ғұрыптарды исламға сіңіріп жіберген ғой. Бірақ ол кезде жеті шілпек деген әңгіме болмады. Этнографиялық еңбектерде қарасаң, еш жерде жеті шілпек деген әңгіме жоқ. Негізгі мағынасы иіс шығару болды. Жеті дүркін құйрық майды күйдіретін еді, соның иісін 7 рет шығару құйрық майдың мағынасы сол болды. Өйткені сол майдың иісін аруақтар сезеді екен, аруақтарға көрік болады екен. Мысалы, исламда мынау Құранда, хадистерде зәйтүн майы, қара зере майы, сондай әңгімелер бар ғой. Сол сияқты қазақта енді даламызда қара зере өспейді, зәйтүн өспейді, құйрық майы сондай қасиетті болған ғой. Ал қазіргі кейінгі ислам қабылдағаннан кейін әрине оған мынау Құран оқу қосылды. Сосын мынау жеті шілпекті алсақ, олар дөңгелек және 7 қабат жатады ғой, сонда ол 7 қат аспан дегенге саяды. Исламда да ол бар, 7 қат аспан. Соны үшін меніңше қазіргі заманда мынау ширк, анау ширк деген әңгімені көбейтпей, жүрегімізге жылы дүниелерді жасап жүруіміз керек, сақтап жүруіміз керек. Ұлттық ғұрпымыз ол және де исламға қарсылығы жоқ, жақсы ғұрып деп санаймын.